Қазақстан әлемде тәуелсіз түркі мемлекеттерінің арасында жер көлемі бойынша ең үлкен мемлекет. Қазақ хандығының шарықтау шегінде шығысында Шығыс Түркістанды қамтыса, батысында Каспий теңізіне дейін, солтүстігінде Орынбор, Омбы, Қорған, Челябинск, Түмен, Жаңа Сібірдің жартысына дейін жетсе, оңтүстігінде Ташкент, Самарқанд, Ферғана, Әндіжанды қамти отырып, Бұхараға дейін жетті. Бүгінгі видеода неліктен осындай ұлан-ғайыр аумақты қамтыған қазақ хандығы империя болмағандығын айтатын боламын. Егер сіздер үйде отырып онлайн жұмыстан қомақты ақша табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Жалпы, егер қазақ халқының тарихын айтатын болсақ, әлбетте қазақтар ұлт болып қалыптасқалы бері жүздеген империялар құрған болатын. Алтын Орда, Түркі хандығы дегендер тек мұндағысы. Одан бөлек те көптеген империялар біздің кітапта айтылмайды. Олардың тізімдерімен өмір сүру уақытын ерінбей отырып телеграмда жазған болатынмын. Оларды видеосындағы телеграм каналыма өтіп көре аласыздар. Әуелі қазақтар Тараз маңындағы шу бойында ту тіккен болатын. Керей мен Жәнібек өте шебер дипломатикалық саясат жүргізе білді. Бастапқыда олар Моғолстан ханы Есен-Бұғамен ортақ тіл табысып, қалмаққа қарсы одақ құрды. Әмір Темір ұрпақтарымен де достық байланыс орнатты. Біраз күш жинап алған соң, ноғайлармен де одақ құрып, Әбілхайыр хандығын күйретіп тастады. Әбілхайырдың немересі Шайбан хан өзін қолдайтын қазақтарды ертіп, шамамен 300 мыңдай адаммен Мәуереннахрға жол тартты. Шайбан хан бастаған көшпенділер отырықшыларды жаулап, Бұхар хандығының негізін салды. Шайбанды Өзбекстанға қарай қуып шыққан қазақтар Әбілхайыр хандығын тұтастай басып алды. Бұл шамамен қазіргі Қарағанды облысы болатын. Одан кейінгі кезекте Бұхар хандығын ойсырата жеңіп, бүкіл сыр бойындағы маңызды сауда қалаларында қосып алды. Әбілхайыр хандығы күйреген соң, қазақ-ноғай шекарасы тақалып, жерге талас басталды. Нәтижесінде Қасым хан ноғайларға соққы беріп, олардың астанасы Сарайшық қаласын басып алды. Қазақтар одан әрі шығыста ұйғырларға да бірнеше рет шапқыншылықтар жасады. Хақназар хан Ноғай ордасын құлатып, қазіргі батыс Қазақстанда өз иелігіне алды. Сондай қазақтар бірнеше рет Моғолстанға соққы беріп, ақыры Моғолстан құлағанда қазіргі Жамбыл облысының жартысы Алматы мен Шығыс Түркістанға созылған моғол жерлеріне өз билігін орнатты. Хақназар хан қалмақтарға күйрете соққы беріп, шығыстағы жерлерін қауіпсіз етті. Солтүстікте Көшім ханның қазақтарға қарсы саясаты нәтижесінде оларға да жойқын соққы тиіп, Сібір хандығы қазақ пен орыс қазақтарға бір мезетте қарсы тұра алмай құлады. Нәтижесінде қазақ хандығы мен орыс патшалығы Сібір хандығын бөліп алды. Тәуекел хан қалмақтарға жорыққа шығып, олардың бір бөлігін бодандыққа алды. Тәуекел одан әрі Бұхар хандығын талқандау үшін 100 мың әскермен жорыққа шығып, Ташкент, Ферғана, Әндіжан, Самарқандты алды. Бұхараны сәтсіз қоршап, кейінгі шайқаста ауыр жарақат алып қаза тапты. Есім ханның тұсында қазақтар ең үлкен шарықтау шегіне жетіп, Осман империясымен қатарлас алпауыт мемлекеттердің біріне айналды. Енді неліктен империя болмағандығына келер болсақ, қазақ хандығы даму барысында Моғолстан, Әбілхайыр хандығы Сібір хандығы Ноғай ордасын жұтып қойды. Дегенмен, бұл аумақтағы халықтардың қазақтардан дін жағынан да, тіл жағынан да, түр жағынан да ешқандай айырмашылығы болмады. Шын мәнінде бүкіл халық бейбітшілік пен тыныш өмір сүруде Алтын Орда заманындағыдай бір бүтін қуатты мемлекет орнауын қалады. Дегенмен, жүздеген шыңғыс ұрпақтары билікке таласып, өз иелігіндегі жерді өзге туыстарына жайдан-жай бере салуды қаламайтын. Сондықтан бұл халықтардың емес, хандардың соғысы болатын. Солардың арасында Орда ежен ұрпақтары болған қазақ хандары басқа хандарды жеңіліске ұшыратып, жерлерін бағындырып, біртіндеп жаулап алып отырды. Қайсы бір мемлекетті басып алса, тек хандары мен әскер басшылары жойылатын. Ал халықтың жағдайы еш өзгеріссіз қалып, тек қазақ хандарын өз хандар деп санаса жеткілікті болатын. Қазақ хандарда тұрақтылық болу үшін ешқайсысын бөліп жармай, тең дәрежеде болуларын ескерді. Қатаған қырғыны оқиғасынан кейін Есім хан ендігі әрі сепаратистік қозғалыстар мүлде орын алмас үшін Есім ханның ескі жолы деген жарғысында халыққа жеті ата аспай қыз алуға тыйым салды. Содан кейін қазақтар өте алыс аумақтардан қыз алып, қыз беріп сапырылысты. Нәтижесінде 100 жылдың ішінде қазақ хандығында бүкіл халық өздерін қазақпыз деп ешкім кезінде моғол, ноғай, қалмақ болып едік деп бұрынғы тектерін еске алмай толықтай сіңіп кетті.
Бір дін, бір тіл, бір түрде болулары оларға жайылымдық жерден басқаны бөлісулеріне себеп қалдырмады. Екінші жағдайда орыстардың соққысынан құлаған солтүстіктегі бірқатар түркі хандықтарының кейбір халықтары кәпірлердің ықпалында болғымыз келмейді деп қазақ хандығына бас сауғалады. Олар да келген соң басқалармен бір болу үшін өздерін қазақпыз деп атап кетті. Империя деген атау бір ұлт басқа ұлттарды бағындырып өз қол астына жинаған кезде беріледі. Бұлардың қатарында қазіргі таңда Ресей мен Қытайды жатқызуға болады. Көріп отырғандарыңыздай, қазақ хандығы қанша ұлғайса да, көрші жатқан халықтар түркілер болуына байланысты барлықтары да қазақтардың арасына тез сіңіп кетіп, оқшауланатындары қалмады. Егер қазақтармен көрші жатқан халықтар түбі бөлек араб, парсы сияқты халықтар болғанда, олар өз ұлттық сана сезімін оңайлықпен жоғалтпай, толықтай сіңіп кетпес еді. Және сондай жағдайда ғана өзге ұлттарды қол астына жинаған болып саналып, қазақ хандығына империя атауы берілген болар еді.